Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмді болып шығатын чөбереки әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыстық суға тұз салып, тұзы ергенше жақсылап араластырамыз. Кейін ұнға суды қосамыз, сұйық май құямыз. Кейін қамыр илейміз. Су міндетті түрде ыстық болу қажет, сонда қамыры жақсы шығады. Чөберекидің жақсы шығуы осы қамырға өте тығыз байланысты. Осылай илеп алып, иек қанғанша 10 минутқа целлофанға салып қоямыз. 10 минуттан соң қамырды осылай кішкене бөліктерге бөліп, видеодағыдай дөңгелетіп алып, тағы да 10 минутқа бетін жауып тынықтырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына пиязды жұқалау етіп, ұсақ бөлікке бөліп, тартылған етке пиязымызды саламыз, сұйық май құямыз. Татымына қарай тұз, бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қамырын жаямыз. Оқтаудың көмегімен осылай жұқа етіп жайыңыздар. Ортасына салмасын салып, шанышқының көмегімен әсемдейміз. Барлық чөберекиларды осылай жасап аламыз. Барлық чөберекиді жасап алдық. Қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша пісіреміз. Май міндетті түрде қызу керек. Қызымаса барлық майды чөбереки бойына сіңіріп алады. Міне чөбереки дәмді және өте сочный болып шықты. Сіздермен болған Салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.